Баршаңызға сәлем достар. Бүгін марафонның 6-шы күні. Достар, мен кешкісін түсірдім. 5 минут созылу жаттығу жаса деген 5-ші частты, поэтому мен оны өшірмеппін. Қазір осы 6-шы күнге қосып өшіре салатын боламыз. Так, өшірейік. Қарасаңыздар, бізде бірінші күн бүкіл тапсырмалары бітті. Енді біз екінші күн 6-шы күнге көшеміз. Бір күн бойы ешкім туралы жаман ойлама деппін. Бір күн бойы емес, оны вообще өмір бойы солай жүріңіздер. Өмір бойы емес, короче, ешкім туралы жаман ойламай, өз өмірлерін сүріп, барлық туралы керісінше жақсы ойлап жүріңіздер. Бүгін күндеріңізге барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Мен де бүгін мен ойламай жүргенімді қайтып көрсетемін. Мен ойыма бүйтіп кіре алмайсыздар ғой сіздер, поэтому қазір мен домашний образға ауысқанымды көрсете салатын боламын. Но бұйыртса, осы күн бойы ешқандай да жаман ойламайтын боламын. Вообще нельзя. Бүгінгі күн аяқталғаннан кейін, егер де ешқандай да жаман ойламаған жағдайда, осыны бірге өшіретін боламыз. Ал қазір домашний влогымыз, мен мектепке барып келдім, түстен кейін драмаға. Бір апта бойы түстен кейін мүлде мектепке бармадым бар ғой. Мамам, Алматыға кететін кезде маған айтты, что үйде қал, магазинге тұр. И осы бір аптада бірақ рет драмаға барып келдім, и все, басқа ешқайда барған жоқпын. Қазір сол драмадан келіп тұрған образым осындай. Енді қазір осыны домашний образға ауыстыратын боламыз. Осындай, енді домашний ғой, енді домашний достар, көріп тұрсыздар, үйде ешкім көріп отқан жоқ десең. Осындай лощенка сияқты, Сосын аны, оң қарат киеміз. Осындай көйлек секілді туника. Тоже көресіздер қазір. Всем привет, достар. Мен, видеом наявын түсіруді ұмытпеппін. Вообще, бүгін нешінші күн кетіп бара жатырмын түсірмегеніме. Мен сол күні вообще ешкім туралы жаман ойламадым. Сол себепті бұл нәрсені біз өшіріп тастаймыз. Бітті. Сіздер ешкім туралы жаман ойламаңыздар.